Доғар, бұл нені білдіреді? Бұл сенің ақымақ маймыл екеніңді білдіреді, мен емес. Меніңше, сен адасып тұрған секілдісің. Дұрыс емес, адасқан мен емес сен. Тіпті өзіңнің кім екеніңді де білмейсің. О, сен біледі екенсің, е? Әрине, сен Муфасаның ұлысың. Сау бол. Ей, тоқта! Сен менің әкемді танитын бедің? Мен оны өте жақсы білгем. Сенің көңіліңді түсіргім келмейді, бірақ менің әкем баяғыда қайтыс болып кеткен. Жоқ, қайттан дұрыс емес. Қазір мен саған оны көрсетемін. Жүр менің артынан қалмай. Кеттік. Ей, арыстан, тезірек. Ей, тоқта, тоқта. Ене жайрақ жүрші. Саған қара. Бұл менің әкем емес, жай ғана менің судағы бейнем. Жоқ, дұрыстап қара. Көрдің ба? Сенің әкең әлі де тірі. Ол сенің ішіңде отыр. Әке? Симба, сен мені ұмыттың ба? Жоқ, мен сізді ұмытқан жоқпын. Сені өзіңнің кім екеніңді ұмыттың. Демек, мені де ұмытқансың. Өзіңнің жан дүниеңе қара. Сонда өзіңнің ойлағаннан да мықты тұлға екеніңді түсінесің. Өзіңнің еліңе орал да, орныңды қайтар. Жоқ, мен олай істей алмаймын. Мен бұрынғы Симба емеспін. Саған өзіңнің кім екеніңді есіңе түсіруің керек. Сен менің ұлымсың. Сен хансың. Өзіңнің кім екеніңді ұмытушы болма. Жоқ, әке, мені қалдырмашы. Кетпеші, әке. Қалдырма. Не болды? Ауа райы қызық екен, е? Келісесің бе? Я, желдің бағыты өзгерген сияқты. Өзгерістер өте жақсы. Я, бірақ ол өте қиын. Мен не істеу керек екенін білемін, бірақ қайтсам, өткенімен қайттан кездесемін. Ал мен одан сонша қашып едім ғой. Ой, сен мені неге ұрдың? Мен сені неліктен ұрғаным маңызды емес. Ол өтіп кетті ғой. Я, бірақ әлі ауырады. Міне, көрдің бе? Өткен шақ ауыртуы мүмкін. Бірақ сен одан қашасың ба, әлде өткеннен сабақ аласың ба, оны өзің шешесің. Көрдің бе? Ал енді не істемекшісің? Ең алдымен сенің таяғыңды алып аламын. Ой, жоқ, тек қана бұл емес. Қайда кеттің? Мен қайтып бара жатырмын.